Келген, мен не қате жіберуім керек? Мен білмеймін, дәрілерін дұрыс бермей қойған шығарсыз. Сіздер назначение беріп маған досконально выписка бердіңіз ба? Сіз баланы алдыңызда қашып кеттіңіз ғой. Қалай қашып кеттім? Алдарынан алып кеттім ғой, ағайын. Эфирден алып, қалай мен сол есіктің алдында мен? Bir saat durduk koy biz. Bir-birimizге дауыс көтермейікші. Мен сізге дауыс Сіздің шаңырағыңыз жоқ, алдыңызда қашып кеттім деген қай сөзіңіз? Сіз неге маған бір ауыз шықпайсыз? Мен жоқ, дәрігер болсам келдім ғой, отырдым ғой. Сіздің жауапкершілігіңізде ғой. Вот именно. Бұдан да ауырлармен жұмыс жасаймын мен дедім. Вот именно. Сосын маған сөз бермегеннен кейін мен біледі екен дедім де қойдым. Мен бермедім ба сөзді? Мына кісі емес пе жүргізіп жатқан? Дұрыс па, екеумізде болды ғой диалог. Иә. Сол кезде мен айтып жаттым. Ситуация Міне, сөзіңіз аузыңызда. Мен бүгін шығардым, нені, басында кәдімгідей жаңағы неде бар менде. Соны өткіздім. Қазір бізде назначение эпилепсия бұл балада бар. Біз аппаратта отырдық. Эпилепсия бар. Карбамазин бізге назначить етті. Карбамазепин ба, карбамазин ба? Нормативник. Мені дәрісі 1650-ге мен қазір сатып алдым. Ертең уже назначить етеді. Ал енді, мысалы, сіздер бұны қалай сіз білесіз деп, мен бұны врач емеспін, сіз ғой қараған, дұрыс па? Соны ары қарай осының басын түсіріп, сіздерде выписка бар ма, екеуін салыстырайық. Бар ма сіздердің қаратқан? Бар ма, беріңізші маған. Сіз мені бұлардың документін ала алмаймын. Вот именно, енді сіз көрдіңіз ба, соны үшін, сіз барып көрдіңіз ба? Иә, мен ол... Назначение сіз алып, несінші, выпискасын алып қарадыңыз ба, врачпен бірге отырып, бар. Күнде сөйлесіп отырдым. Жоқ, сөйлесіп отырдыңыз, дұрыс. Ал енді бұған қандай диагноз қойды, соны выпискасын маған неге алып бермедіңіздер? Мен заңсыз, мен ала алмаймын ғой. Сіз ғана аласыз ғой. Мені сіздер жоғалтпадыңыздар, дұрыс па? Руслан мырза, мен бардым тойға келгенде болып киініп кепсің ғой деп мені есіктің алдында мазақ қылдыңыз, дұрыс па? Жүлге апай, сіз мысалы сіздер только сол кезде пенсия туралы ақша сұрап отырдыңыз. Сіз осындай тонмен сөйлесесіз ба менімен? Мен де даусымды рұқсат па? Рұқсат қалай сөйлесесіз рұқсат? Мен шаңырағымда любой адам қалай сөйлесесіз? Менің оған арым жібермейді. Мен сізге үлкен басын, үлкен адам ғой деп ескертіп келіп тұрмын. Алдында ескертпедіңіз деп маған бүкіл күллі елге сұхбат беріпсіз. Маған қанша рет Ильяс айтты. Сүлпе апа, пожалуйста, мен досым ғой ол. Ильясты бұл әңгімеге қоспаңыз. Сіз қосамын, неге қоспаймын? Ильяс бұл қыздарға ешкім емес. Вот именно. Енді сіз неге? Сіз кімсіз сонда? Сіз кімсіз? Мынадан бастайық. Бұл қыздар, мен сізге бір сұрақ қоямын, сұрағыма нақты жауап беріңіз. Бұл қыздар сіздерге қалай тап болды? Сіз арқылы келді. Міне, Ильяс бұл қыздар кім? Ильястың көмегі көп болған. Көмегі, қазақ елінің көмегі көп, бірақ жауапкершілік сізде. Менде? Бір қылышқаш түссе, сіз жауап бересіз. Әрине жауап беремін. Сол кісімен келіп отыр. Ал жауапкер ретінде бұл екі қызды берген кім? Сізге берген кім? Үкімет. Асанбай ма? Үкімет беріп отыр. Үкімет беріп отқан жоқ. Маған опекунский совет, маған. Үкімет беріп. Сіздер әкеп бергеннен біз. Қараңыз, үкімет, жарайды, үкімет пен екі қыздың арасын кім байланыстырды? Сіз? Міне, мен байланыстырдым. Ильяс емес, Мырқымбай Сырқымбай емес. Сондықтан мен айтпай келсем де, айтып келсем де өзім құқығым бар. Және мен айтып келіп, айтпай келіп, сіз сонда кімсіз? Сіз қазір журналиста емессіз ғой, шынына келгенде. Қалай журналист емеспін? Міне 21 күні кім жанқалар келеді осы жерге ше? Кім ол жанқа дейді? Сізбен бірге жұмыс жасап, осы қыздарды алып кеткен, осы қыздар туралы әңгімені айтып бердім. Мен ұрысу үшін отырған жоқпын. Сіз ойын дауыс көтеріп отқан. Сіз кеп мойныңызға алдыңда қашып кеттің. Қай сөзіңіз сіздің? Жоқ, Сүлеймен апай, дауыс көтермеңізші. Жай сөйлеп отырмын. Сіз жай сөйлеп отырып, тырнақтың астынан кіргізіп отырсыз. Тағы да сіз тағы да. Давайте мен ешқандай мен сіздермен жауап өшір барлығын. Мен рұқсат бермеймін. Мен қазір шақыратын жерді шақырамын да, өнен кейін мен до конца барып соттасуға дейін барамын. Мен уже шашадым сендерден. Сіз не үшін соттасасыз? Вот именно. Уақытында көреміз. Керек емес. Сүлеймен апай, қараңыз.